Ұларбек Нұрғалымұлының Қараманнан шыққан қайыршы әңгімесі. Бедәулет тумысынан кедей адам еді. Бала күнімнен көз алдымда. Шошаңдаған 5 ешкісін айғайлап ары қуып, бері қуып кіжінетінде жүретін. Кейін үлкендердің әңгімесінен естуімше арғаталарда да ені жарып тон кимеген, ауы жарып ат мінбеген адамдар болған секілді. Оны бір жылы жазғытұрым жалданып, Мазғұттың 300 қойын төлдеткенде Бедәулеттің өзі де айтыпты. Жереген қой, жағызған қозы дегенде егізете топырлап туып жатқан қалың төлді егер алмай кеткен Бидәкең осы жөнді жауды жүзге жеткізе алмай жеті-атам күйіп кетіп еді. Осылар қалай мың қырылдып айдап жүреді осы? Құдай-ау, мынаның малының қысыр қалған бір жоқ па? Енді текесі лақтап қошқары қозлайтын шығар деп күйінген екен дейді. Сол Бидәкең туралы әңгіме ғой бұл. Қорасының алдында өзінен өзі зіркілдеп тұрған Бедәулетке бір күні көршісі әрі құрдасы Құнаш жақындап келіп, әдеттегіден өзгеше бәсең үнмен сырласқысы келген адамдай жақын тарта сөйлепті. Бедәк, осы саған көптен бері бірдеңе айтайын деп жүр едім, дейді ғой. Айта бер, жер алыс болып қолың жетпей жүрмеді, депті Бедәк. Бұрында жібекте есіліп тұрғаным шамалы ғой, десе де соңғы 1-2 жылда сенің мінезің қатты өзгеріп кеткен секілді. Болар-болмас нәрсеге сонша ашуланып, 50-ге жетпей әшейінде бір шарқая шалға айналып барасың. Әкәу, бұл бұрын тым мұндай емес секілді еді деп қоямын. Не болып жүр осы саған? Деп мұңданыпты. Кедейліктен қажып кеттім, Құнаш. Балалар жас, бұл кедейлік адамды титықтатып тамтығына жетеді екен ғой. Жалығып кеттім тіпті. Деп, оның да тізесі дереу бүгіле кетіпті сонда. Демалып ал онда, депті Құнаш құрдасы қыжыртып. Мынаның астына барып бірақ демалатын шығармын деп қолындағы ағашпен жерді шұқылапты Бедәк. Қайтесің енді, кедейлік, жалықсаң шешіп тастар киім емес, шыдайсың да, туыстарың бар әйтеуір. Туысыңнан бір серкеш алып көр. Сонсын бұлдап бір жыл жұмысқа салады, онан да жатың жақсы. Жат жарылқай ма, Бедәк-ау? Оның да бір жолы бар шығар, ойлану керек, депті Бедәулет. Бедәкеңе туыстар көмектеспейді емес, көмектеседі екен. Бірақ дәл бергенін бұлдамаса да анау-мынау тірлігіне жәрдемге шақырады ғой. Соған өзі қиянға қырыс адам кейде шымыраңқынып, істесе де күңкілдеп бұрқылдап жүріп істейді екен. Оның Құнашқа жақыныңнан жатың жақсы деуінің әр жағында бір бәлелі ой бас көтеріп келе жатыпты. Оны ол кезде құрдас көршісі де, туыс жақындары да білмеген. Ол уақытта Бедәулет екеуміз туып өскен Алтайда қазақ қайыр сұрайды, қазақтан қайырсы шығады деген ой жан баласының түсіне кірмеген. Алайда анда-санда ұйғыр секілді өзге бір ұлттардың өкілі мойнына дорба салып, ел аралап қайыр сұрап жүретінді. Сақалдары кеудесін жапқан қария кісінің қайыр сұрап жүргенін көргенде таңырқап әрі қорқып қайыршы келе жатыр деп қашушы едік. Ал олар ешбір қазақтың үйінен құр шықпайтын. Бірі асқа тойдырып, бірі ақшасын салып беріп, қонақтай аттандырып жатушы еді. Осы жағдайды көріп, біліп жүрген Бедәулет албастының ойына бір күні жамандық түсіпті. Тым болмаса қазақта емес, қайдағы бір ұйғырдың да қалдасын толтырып жіберіп жатыр ғой, мен сұрасам неге бермеске деген үмітті қиял миына кіріп алып та, күні түні маза бермепті. Осы ойына іштей бекем жасаған сайын шақырғанның жұмысына бармай өзінен өзі шалқақтапты. Мойныма оюлы тоқыма қоржынымды салып алып тартып кетсем қайтеді деген ой не қоя алмай, не іске асыра алмай өзі қажып біткен жанын ай емес, жыл бойы қажыпты. Өз жоспарынан өзі зәразап болыпты. Содан не керек, тағы бір туысы қайта-қайта жәрдемге шақыра берген бір күні бұл да сол былтыр күзде берген ақсақ тоқтысын бұлдап отыр деп шамданған Бидәкең ойындағы әлгі шаруасына шарт бекініпті. Талай-талай оқталып, тартынып қала берген, тартынып қалған соң тағы мазасыз күй кешкен ол, бұл жолы бастамасам Бедәулет атым үшін деп өз-өзіне серт етіп, орнынан секіріп тұрыпты. Шешінген судан тайынбайды, бірақ судың да кез келген жеріне қойып бермей, ыңғайлы жеріне түсу керек қой. Оны енді жыл бұрын ойлап қойған екен. Қайыр сұрауды өз ауылынан бастаса елдің бәрі күледі ғой, ойбай, Бедәулет шынданып кетіпті деп қашатын шығар, кім біледі.
Сондықтан қоңыр күздің бір күнінде оюының тамтыға ғана қалған ескі қара дорбасын сол иықтан қиғаштай оң мықынның тұсына салып алып, өз ауылынан кейін тағы 3 ауылды артқа тастап, тоз-тоз боп 4-ші ауылдың шетіне ілініп, бісміллә деп бастайды ғой. Ол кезде, қазір де Бедәулет екеуміз туып өскен сол ауылда ешкім үй сыртынан айғайламайды. Тура келіп есіктің тұтқасынан тартып ішке енеді. Әсіресе ауыл ішінің адамдары сондай емін-еркін араласады. Шаруасы болса айтып, шаруасы болмаса отырып шай ішіп, өзгедей кісісі көп, мол дастархан болса ары-беріден әңгіме қозғасып дегендей сағаттап отырып қайтады. Енді бізден кейінгі 4-ші ауылдың салт өзгеше емес қой. Бедәулетіміз шеттеу тұрған бір үйдің ашық жатқан қақпасына ақырен ғана аттап кіріпті. Аттап кірсе 5-6 адам ауладағы тапшан тақтайда малдас құрып шай сораптап отыр екен. Бұл кісі ассалауды соза қоя беріпті. Отырғандар шетінен әлек салыпты. Сонымен не керек? Келіңізбен кеукелеп төрге бірақ шығарыпты. Күзді күнгі қой сүттен қатқан күрең шайды 2 қауырттағанда қаншама жерден жаялап қақтығып келе жатқан Бидекеңнің жұқа шекеші шып-шып терлепті. Енді қазақ жөн сұраспай отыра ала ма? Қайдан келе жатырсыз? Дейді өзіне жақын отырған біреуі. Тарады деген ауылдан, дейді Бидекең өз ауылынан тағы 1-2 ауыл ары апарып. Ойпырмай, сонша алыс жақта жүр екенсіз ғой, шай алыңыз, дейді кесе алып беріп отырған үй иесі. Таратыға барып тас лақтырсаң таспидің басына тиеді деп естиміз. Өзіңіз қай ел болдыңыз? Дейді бір еңгезердей жуан қара. Таспи сүйіннен тарайды ғой, біз текейде шәліден тараймыз. Ойпыр-ау, жақындап келесің ғой, шәлінің ішінде қайсы? Деп еңгезердей қара ентелей жақындайды. Шәлінің ішінде ботабаймын. Міне сенің туысың екен ғой, деді жуан қараға үй иесі. Қызық болып жатыр. Тұра тұр, содан ботабайдан қайсы? Дейді жуан қара тіпті ентелеп. Бедәулет саса бастайды. Турасын айтсам ба, айтпасам ба деп сәл ойланып барып, рудың әу баста дұрысын айтқан соң аяғын жалтарудан мүмкін емес екенін есіне түсіп барып, ботабайдан қараман дейді. Сонда әлгі еңгезердей дәу орнынан іркіле қозғалып кеп Бедәулетті құшақтап қайта амандасады. Отырғандардың барлығы табысқан туыстарға кеу-кеу айтып, мәре-сәре. Еңгезердей қара мәз-мәйрам. Бедәулет жан-жағына қарап жапақ-жапақ етіп ерекше қуанған болып ол отырады. Бұлар сөйтіп қауқылдасып жатқан иығына сүлгі салған ұл бала келіп, өзінің оң қол жағынан жағалатып қолға су құя бастайды. Әне-міне дегенше етте келеді. Буы бұрқырап алға келген үлкен табақтың Бедәулетке қараған жағында төңкеріліп жуан қойдың жамбасы жатыр. Әумин деп қол жайған үй иесі батаны кім береді дегенде бәріне қарайды, бәрі Бедәулетке қарайды. Құдай қонақсыз ғой, сіз беріңіз. Қонақ емес, қайыршы едім дейтін емес, қатты сасқан Бидекең депті де демін ішіне тартып не дерін білмей бір қауым уақытсыз үнсіз қалыпты. Отырғандар үдірейе бәрі қарап қалған. Мойын тамырлары адырайып қызарып кеткен Бидекең бір кезде қарап, Құдай жарылқасын, Аллаху Акбар деп демін үре ауыр күрсініп бетін сипайды. Құдай қонақтың мына күйіне қарап Аллаху Акбардың аман есен шыққанына шүкір дегендей отырғандар да бір-бір терең тыныстапты. Енді қайтсын, ауылында да қайбір алдына тамақ тартылып, күнде бата беріп жүрген адам дейсің. Жат жерде қапілемінде жаңағыдай жағдаймен жүргенде батаға осы да жарайды да. Сонымен еркек қойдың жамбас майын ортан жіліктің ойынды етімен қабаттастыра тау жуасы туралған тұздыққа малып-малып, қарбыта асап отырып Бидекең неше түрлі ойға беріліпті. Шындығы да Құдайдан күтіліп отырған мына қалпын қайыршылыққа қиғысы да келмей қалыпты. Жай ғана тамағын ішіп басқа жаққа кетіп бара жатқан адам ретінде аттанып кеткісі келіпті. Оған неше жылғы теперіш, былтырдан бергі ой қайтадан қайырып әкеп қайыршылықтың даңғыл жолына сала беріпті. Дәл мына дастархан басында қайыршы едім демей-ақ қояйыншы дейді іштей шарадай үлкен кесенің жалпақ бетін жылт-жылт еткізген қарсақ жон сорпаны сораптай бір тартып жіберіп. Айт,
Мына семіз туысың бай секілді ғой, бай болмаса не жеп семірді дейсің, жалғыз өзі-ақ жарылқай салар мүмкін, айт, дейді қайыршы даңғылына қайта түсе қалған сәті. Ал туысым ал, жеңіз құдайы қонақ жеңіз деп мыналар жік жапар. Бірінен бірі өтіп бәйек болады. Арпалыспен отырып аш желінеді. Оң қолының 5 саусағын 5-6 рет салғанда ала жаздай қусырылып жүрген қу тырнағының былқылдатып жіберген еркек қойдың қолға жұққан жамбас майын сүрткісі келмей біраз отырған Бидәулет сәл ғана сәтке естанды бір рахат күй кешіп барып майлыққа қолын созады. Дастархан енді басы таудың қызыл бұйра аршасымен ықылық ата отырып түс шұқып құдай қонақтың әңгімесін әрі қарай сұрайды ғой. Сонымен бұ жақта қандай шаруамен жүрсіз? Бұ жақта ма? Иә, құда жекжат дегендей жақындарыңыз бар ма? Бидәулет тағы біраз үнсіз қалады. Ол үнсіз қалған сайын бәрі не дер екен, неғып жүр екен дегенде онан сайын аңсарлы ауып қадала түседі. Әлі сол баяғы арпалыстың біріне жеңдіре алмай отырған Бидәулет төменге тартып ішіне түсіп кеткен үнін зорлана шығарып: мен жөнімді айтайын, мен қайыршымын. Қайыр сұрап жолға шығып едім дейді. Отырған жұрт ортасына жай түскендей бір-біріне ошарыла қарайды. Сөйтіп барып қайыршыға бір, Қарадәуге бір қарайды. Өзі қара түсі онан сайын қара қошқылданып түрі түсініксіз бір қорқынышты көрініске айналып кеткен дәу орнынан атып түрегеліп Бидәулеттің кеңірдегінен бір-ақ алыпты. Кеңірдегін бір сығып екі жағасынан қымқыра ұстап тік көтеріп: қайыршысы несі, иттің баласы? Бүкіл қазақтан шықпаған қайыршы енді Қараманнан шығайын деді ме? Тап бүгін сені мылжалап өлтірмесем әкемнен тумай кетейін, Қараман түгілі қазақ болмай кетейін деп сілкілдегенде Бидәулеттің аяқ-қолы өлі адамдыкіндей ебедейсіз ербеңдепті. Жұрт арашаламақ болса да жараған бурадай жапырған Қарадәу ешкімге бой бермей Бидәулетті қақпадан сүйреп алып көк ала қойдай қылып сабап желкелеп отырып үйіне алып кетіпті. Құрақ ұшып құдай қонақ күткен үй үрпиісіп қала беріпті. Ертеңінде бұл ауылдан 2 атқа 2 қой өңгерген екеу Бидәулеттің ауылына тартыпты. Кешегі Қарадәу ашуы бір арындап кетсе айнала ауылдың алақанында бүріп жіберетін айтулы азамат екен. Бидәулеттің бүкіл туыс ер адамдарын шақырып алып көздеріне шұқыпты. Неге жібересіңдер? Мына арамсыды күллі Қараманның сүйегіне қайыршы деген мөр басып бере жаздады ғой. Енді бұлай істесе мұның ғана емес, айтпады демеңдер, 2-3-іңнің бастарыңды кесіп суға лақтырам деп ақырыпты. Бермей отырғанымыз жоқ, беріп жүрміз, өзі де бір мал басын құрай алмайды деп міңгірлепті біреуі. Бүйтіп кетіп қаларын қайдан білейік депті тағы бірі. Ақыры не керек, Қарадәу 2 күн жатып туыстардан 20 шақты ұсақ малды Бидәкеңнің қорасына қамап беріп ауылына аттанған екен. Ел ішінде әңгіме жатама, бұл ауылдан Қарадәу кеткенше ол ауылдағы оқиғада жетіп үлгеріпті. Малға толып қалған қорасын есігін бекітіп жатқан Бидәулетті көрген Құнаш құрдасы анадай жерде айғайлап: «Ау, Бидәк, амансың ба? Сен бір сапарға шығып келді дей ме?» деп күледі екен. «Әй, сапары құрсын, бері кел, сапар болғанда Меккеге барып келді деймісің? Не дұрыстап өздерің бермей, не елден алғызбай діңкені құрттыңдар ғой. Бұл қазақтың ішінде қайыршы болып та жан сақтай алмайды екенсің ғой», деп қарқ-қарқ күледі дейді Бидәкең. «Әй, құрдасай, қожаны сырсың ғой, қожаны сырсың. Бүйтіп сапарлап кететініңді кім білген? Сонда ол қайыршының көршісі кім екен десе, қияметте менің де атым аталып жүрмесін. Андағы қораңа мен де бір тұяқ кіргізіп жіберейінші», деп Құнаш та өз қорасына беттепті. Ел ішіне жеткен сөз енді жата ма? Бидәкеңнің әлгі ісі бермесең Бидәулет құсап қайыр сұрап кетем, Бидәкеңше қайыр сұрап қалмайын деген секілді тәмсіл болып жұрт аузына ілінеді де кетеді. Енді оған тоқтау бар ма? 4-5 жылдан кейін баяғыда құдайы қонақ болған ауылдағы оқиғаны Құнаш құрдасына басынан аяғына дейін тәлпештеп айтып берген Бидәулет Қарадәу туысына сыртынан рахмет айтып: «Мыналар мені малдың басын құрай алмайды» дейді. «Малдың басы топтанса құралады. 2 кешкі бір тоқтыдан мал құралам екен?» деп күледі екен. «Сол туысының ауылына барып қалсаң бір түрлі болатын шығарсың десем, Бидөгім түйе пішкен жеріне жоламайды дегендей, содан бері ол ауырға кірмек түгіл маңына да жоламай кеттім» деп ыржың-ыржың етеді.
Осыдан 3 жыл бұрын ауылға барғанымда көрдім. Сөйткен Бедекен қойының санын 7 адам жеткізе алмады деп 100-ге де жақындатып қалыпты. Ендігі жеткізгенде шығар. Ұларбек Нұрғалымұлы.